Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Арнада біраз уақыт бойы жеке мәселелерге байланысты видео шықпады. Сол үшін сіздерден кешірім сұраймын. Және алдағы уақытта бұрынғыша видео шығарып тұруға тырысамын. Ал енді бүгінгі жаңалықтар топтамасын бір шолып өтсек. Алдағы Эл Классикода Педри алаңға шығуы мүмкін. PSG-ның Бавариядан жеңілісі Мбаппені Реалға тағы бір қадам жақындатуда. Реал Мадрид Джуд Беллингеммен келіссөздерді бастады. Барселона келесі маусымда Евро кубоктерге қатысу мәртебесінен айырылуы мүмкін. Аль-Иттихад Кристал Пэлас жұлдызына көз тігуде. Тоттенхэм Харри Кейнмен келіссөздерді бастады. Достар, видеоны бастамас бұрын лайк басып, каналға тіркелулеріңізді сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін ең басты дүние. Ал енді көп созбайық, біз бастаймыз. Бір айдан сәл аз уақыт бұрын 16 ақпанда Педри жарақатына байланысты 41 минутта алаңды тастап кеткен болатын. Бұл Европа лигасының Манчестер Юнайтедке қарсы бірінші ойынында орын алды. Келесі күні жүргізілген талдаулар оның оң аяғының тік жамбас бұлшық етінің зақымданғанын көрсетті. Содан бері ол 6 ойынды өткізіп алды және оның жоқтығы байқалуда. Барселона жас талантымен ұзақ уақытқа қоштасқысы келмей, ойыншыны алаңға оралту үшін барын салып тырысты. Кеше дүйсенбі күні Педри негізгі құраммен бірге жаттығу жасады. Педри жарақат алғаннан кейін Барселона Манчестерден жеңіліп, Европа лигасынан шығып қалды. Испания кубогінде корольдік клубты Бернабеуде минималды 1-0 есебімен жеңді. Ла Лигада Педрисіз каталондықтар Альмериядан 1 жеңіліп, Кадисте, Валенсияда және Атлетикода 3 жеңіске қол жеткізді. Алдағы уақытта ешқандай тосынсый болмаса, Педри Эл Классикода Барселона сапынан шығатындардың бірі болмақ. Бұл испандықтың Реал Мадридке қарсы Барселона жейдесіндегі 7-ші ойыны. Педриден бөлек жарақат алғандардың бірі Усман Дембеле. Француз алдағы Эл Классикоға қатысқысы келгенімен дәрігерлер оған рұқсат бермеді. Осыған орай Дембелені 5 ақпанға дейін алаңда көрмейтініміз анық. Ноткаст 253 басылымында француз шабуылшысы Килиан Мбаппе жайлы мақалалар жиі шығып тұрады. Басылымның көптеген журналистерінің айтуынша, PSG-ның Чемпиондар лигасында Бавариядан жеңіліс табуы француз шабуылшысын Реал Мадридке жақындатуда. Мбаппені сатып алу Реал үшін өте маңызды. Сондықтан алдағы жазда корольдік клуб барлық істерін тастап, французбен келісімге келуге тырысуы керек. Мбаппе Реалға және Испания футболына керек. Мбаппе Реалға келсе жаңа ұлы жұлдыз болатыны анық, деді беделді журналист және корольдік клубтың жанкүйері Роберто Гомес. Кристал Пэлас жұлдызы Уилфрид Заха Сауд Арабиялық Аль-Иттихад командасынан жылына 9 миллион фунт стерлинг жалақысы бар үлкен ұсыныс алды. Бірақ бүркіттер Венгерге аптасына 200 мың фунт стерлинг құрайтын жалақы ұсынып, командада қалуға көндіруге ниетті. Шабуылшының командамен келісімшарты алдағы жазда аяқталады. Sport Mail басылымының хабарлауынша, Кристал Пэлас ойыншыға өз тарихындағы ең үлкен жалақы ұсынып отыр. Басылымның хабарлауынша, Аль-Иттихад ойыншымен келіссөздер жүргізуде. Өткен аптада Криштиану Роналдуды қатарларына қосқан Аль-Насырдың осы жазда Заханы Эр-Риядқа алып келгісі келіп отырғаны белгілі болды. Дегенмен осы демалыс күндері Аль-Насырдан жоғары көтеріліп, Про лиганың бірінші сатысында орналасқан Аль-Иттихад бұл қадамдарды тоқтатуға тырысуда. Аль-Иттихад ойыншыға аптасына 320 мың фунт стерлинг құрайтын жалақы ұсынып отыр. Осы жексенбіде Реал Мадрид Негрейра ісі бойынша клуб қабылдауы керек шараларды бағалау үшін төтенше директорлар кеңесін өткізді. Клуб іске қатысуға келісім берді. Өткен жұмада Барселона прокуратурасы Барселонаның нөмірі 1 тергеу сотына бұрынғы президент Хосеп Мари Бартемеу мен Сандро Россельді алаяқтық түріндегі бизнестегі сыбайлас жемқорлық қылмысы үшін айыптап, шағым түсірген болатын. Эль Мунда басылымының хабарлауынша, Барса сотталған Энрике Негрейрамен жасырын түрде келісім жасаған. Келісім бойынша Негрейра Барселонадан қомақты қаржы алып, оның есесіне матчты басқаратын төрешілерді сатып алып отырған. Бұл істің Барселонаға тигізетін залалын айтар болсақ, ол өте үлкен.
Бұл істің нәтижесінде каталондық клуб келесі жылы Еврокубоктерге қатысу мәртебесінен айырылуы мүмкін. Бұл жағдайға байланысты әлеуметтік желіде клуб президенті Жуан Лапорте жанкүйерлерді сабырға шақыруға тырысуда. Біздің қолдаушылар, сіздерді сабырға шақырамын. Бізге тағылған айыптың бәрі жала. Біз көптеген адамдардың арам пиғылдарының құрбаны болдық. Біз Барселонаны соңына дейін қорғаймыз және ақтап шығамыз, деді Лапорте өз Twitter желісінде. Айта кетейік, шынында прокуратура бұл айыптарға қатысты ешқандай дерек айғақтар көрсетпеді. Тоттенхэм өзінің ең үздік бомбардирін осы жазда кетуіне жол бермеу үшін Харри Кейнмен жаңа келісім бойынша келіссөздерді бастады. Англия құрамасының капитанының ағымдағы келісімшартының соңғы айлары жақындап келе жатыр. Тоттенхэм өзінің ең құнды активін сақтап қалуға барынша тырысып жатыр. Қазіргі сәтте Тоттенхэм Кейнді сатуды қарастырмайды. Бірақ 29 жастағы ойыншы Манчестер Юнайтедтің басты мақсаттарының бірі. Ал Бавария Мюнхеннің қызығушылығы жай өсек болып қала беруде. Дэниел Леви Кейннің осы жазда клубтан кетуіне әкелетін кез келген мәмілені санкциялаудан бас тартты. Және шабуылшы үшін кем дегенде 100 миллион фунт стерлинг талап етуде. Бұл баға Премьер-лигадағы қарсыластар үшін одан да жоғары болуы мүмкін. Кейн өзінің жас отбасымен басқа елге көшкісі келмейді. Және өзінің АПЛ-дегі голдар санын арттырғысы келеді. Осы талаптарды ескере отырып, Манчестер Юнайтед Кейннің қызығушылығын тудыруда. Кейннің шешімі келесі маусымда Тоттенхэмнің бас бапкері кім болатынына да байланысты болуы мүмкін. Реал Мадрид Джуд Беллингеммен байланысқа шықты. Daily Mail басылымының хабарлауынша, Реал Мадрид Англия құрамасының жұлдызын Ла Лига алпауытына қосылуға көндіру үшін келіссөздерді бастады. Корольдік клуб Боруссияға 140 миллион евро ұсынып отыр. 19 жастағы жартылай қорғаушы Реал Мадридтің жазғы трансферлік терезедегі басты мақсаты. Реал Мадрид Беллингемді Камавинга мен Чауменидің орнына қолданғысы келеді. Беллингемнің Мадридке келуі Тони Кростың Реал сапынан кетуіне себеп болуы мүмкін. Тони Кросс жастарға бәсекелестік тудыра алмайтыны анық. Sport Mail басылымының хабарлауынша, Реалдың үлкен қызығушылығына қарамастан, англиялыққа басты үміткер Ливерпуль болып қала беруде. Бірақ бұл трансфер Ливерпульдің Премьер-лиганы қандай орында аяқтайтынына тікелей байланысты. Егер мерсисайдтықтар үздік төрттікке кірсе, Беллингем үшін таласуға мүмкіндік алады. Боруссия англиялық үшін 100 миллион евро алғысы келеді. Ал Реал Мадрид пен Ливерпуль 100 миллионнан да көп ұсынуға дайын. Осыған байланысты Беллингем келісімшарт мерзімінің бітуіне әлі 2 жыл болса да Германиядан кетуі мүмкін. Достар, бүгінгі видео осымен соңына жетті. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, өз пікіріңізді комментте қалдырсаңыз болады. Біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.